Қазақстан көп ұлтты мемлекет. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Сынып сағаты мақсаты халықтар арасындағы достықты нығайту, ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый-құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау, оқушыларды Қазақстанның өркендеуіне достық арқылы өз үлестерін қосуға баулу. Қазақстан халқының бірлігі күні Қазақстанда жыл сайын тойланатын мереке. Мереке 1996 жылдан бастап тойланады. 1995 жылдың 18 қазанында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы бойынша 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні деп жарияланды. Ассамблея тарихы. 1995 жылдың наурызында дүние жүзінде үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Ассамблея 365 мүшесі, 471-ден астам республикалық, өңірлік, облыстық, қалалық ұлттық мәдени бірлестіктері 500-ге жуық кіші ассамблея мүшелерінің бастарын біріктіріп, біздің ортақ үйіміз Қазақстанда шынайы достықты қамтамасыз етіп келеді. Әлем елдерінде 1 мамыр қалай тойланады? Алғаш айтулы мейрамды 1890 жылы Аустрия, Мажарстан, Бельгия, Алмания, Дания, Испания, Италия, ақш, Норвегия, Франция, Швеция сияқты мемлекеттер атап өтті. Содан бері аумалы төкпелі заман өтіп, саяси жүйелер жаңғырса да, қазіргі таңда 1 мамыр мерекесін әртүрлі мазмұнда әлемнің 66 мемлекеті тойлайды. Украинада 1 мамыр күні халық алаңда мереке ұйымдастырып, орманда серуен құрып, кәуап дайындайды. Оңтүстік Африка Республикасында халықтық өнер туындыларының көрмесін ұйымдастырып, төмен бағамен жалпы халыққа арналған тұрмыстық бұйымдар сатылады. Сицилияда жергілікті халықтың сенімі бойынша бұл күні даладан түймедақ теріледі. Ежелгі римдік аңыз бойынша түймедақ адамға бақыт әкеледі екен. Ал Берлин полицейлері үшін бұл күн ауыр да мазасыз күн. Себебі елдегі партиялар мен қозғалыстардың шеруінің соңы бей-берекет тәртіпсіздіктерге ұласып жатады. Ал америкалықтар болса мейрам екен демейді, жұмыс істейді. Германияда 1 мамыр табиғаттың жаңаруына байланысты мамыр мерекесі аталып өтіледі. Аустрия, Болгария, Бразилияда бұл күнді еңбек мейрамы ретінде мемлекеттік деңгейде атап өтеді. Ресей империясында 1890 жылдан бастап 1 мамыр мерекесі аталып келеді. Ал Оңтүстік Кореяда бүкіл ел осы күні Будданың туған күнін тойлайды. Республикада қазақтардан басқа 131 ұлыстың өкілдері тұрады. Қазақтар 69,3, орыстар 18,47, өзбектер 3,29, ұйғырлар 1,5, украиндер 1,3, татарлар 1,6, немістер 0,92, түріктер 0,61, корейлер 0,57, әзірбайжандар 0,61, дүнгендер 0,40, беларустер 0,26, тәжіктер 0,27, шешендер 0,18, поляктар 0,15, башқұрттар 0,9% құрайды. Достық пен ынтымақты ту етіп,
бірлік пен татулықты жыр еткен барша Қазақстан халықтарының мызғымас достығы мен бірлігі мәңгі жасай берсін. 1 мамыр бірлік күні құтты болсын.